жоғарыда айтқан болатын ма, Олимпиада ойындарына қатысқан, бірақ өкінішке орай Деланте Джонсонның қолынан жеңіліске ұшырады Абылайхан. Бұл американдық боксшы, ал Деланте өз кезегінде келесі айналымда кубалық боксшының қолынан жеңіліс тапты. Ал кубалық спортшы кейін дәл осы 69 келі салмақта Олимпиада чемпионы атанды. Абылайхан Солақай өз мәнерінде бастап отыр. Жинақы, қолдарын жоғары ұстап. Спортшы ретінде, боксшы ретінде әрине Лин Юмен салыстыруға келмейді. Лин Ю өте жас спортшылардың бірі. Егер жинақтаған тәжірибелерін барлығын салыстыратын болсақ, әрине Абылайхан Тайпей өкілінен бір бас жоғары. Бірақ үйреншікті 69 емес, 67 келіге дейін салмағын түсіргеннен кейін қазір қандай күйде екені белгісіз. Жалпы қандай әсерін тигізеді? Сол қызық бізге. Бәлкім 67 келі Абылайхан үшін ыңғайлы шығар. Уақыт көрсететін болады. Естеріңізде болса, жалпы 64 келіде өнер көрсеткен болатын. Абылайхан алғашқы олимпиадасы да дәл осы 64 келі салмақта болған еді. Сол себепті бәлкім 67 келі салмақта өнер көрсеткен ыңғайлы да шығар. Неге десеңіз, дәл осы 67 салмаққа 63 келіден көптеген спортшылар келіп отыр. Солардың бірі Азия чемпионы моңғол спортшы Чинзо рингте бар. Әзірше Абылайхан толықтай жекпе-жек тізгінін өз қолында ұстап отыр. Әзірше қарқынды өткенде жоқ, бірақ міне дәл осындай қимылдардан да байқауға болады. Тайпей спортшысының іс-қимылдарынан да байқауға болады. Сондай бір сенімсіздік бар сияқты. Абылайхан әзірше жинақы. Міне осындай шабуылдар керек. Басты жоғары ұстау керек деген ескерту берді. Ауызша ескерту. Опайсанына жалпы жекпе-жек барысына керемет әсер етпейді бұндай ескертулер. Қытай боксшысына қазір байқасаңыздар. Қытай Тайпейнің өкіліне кешіңіздер. Джеб деген кеңес болып отыр. Ал Абылайхан қазір ашық ұрысқа кірісті бірден. Қазір уақытынан бұрын аяқтап тастау әбден мүмкін. Иә, клинчтен басқа амал қалмады қазір Лин Юда. Одай қарқыннан тек қана клинч арқылы құтылуға болады. Ал Абылайхан қаласа тіпті уақытынан бұрын аяқтап тастауға да шамасы келетін сияқты. Әзірше асқар емес. Керемет. Міне алғашқы нокдаун. Жоқ. Нокдаун деп есептемепті. Бәлкім қайталап көрсететін болар. Және гонг та болды, байқасаңыздар. Гонгпен бірге жасалған шабуыл. Төрешілер бір ауыздан әрине бұл раундта Абылайхан Жүсіповті жеңімпаз деп есептейді. Мұнымен келіспеуді қиын. Қытай Тайпейнің өкілі бұл раундта бізге ештеңе көрсеткен жоқ. Бұндай қарсыластардан Абылайхан әрине бір бас жоғары болу керек. Бәлкім қазір нокдаун болған сәтте көретін шығармыз. Иә, қалай дегенмен соққының кесірінен құлады ғой. Бірнеше жауапсыз соққыны көрдік. Бірақ рефери есеп ашқан жоқ. Абылайхан Жүсіповті қазір жанкүйерлер қызу қолдап отыр. Тіпті сонау Сербия елінде де міне қазақ боксшысын қолдаушылар жеткілікті. Бұл ең алдымен әрине команда өкілдері екенін түсініп отырмыз. Ал
Қытай боксшының қазір іс-қимылдарынан сәл сондай бір асығыстық па, әлде бір сенімсіздік па байқалады. Не істеу керек екенін білмей жүрген сияқты. Абылайхан әзірше жинақы және джептер көп көңіл бөліп отыр. Желкеге тиген соққы. Міне, психологиялық дайындық бірден байқалып отыр. Сол қолмен ішке дәл тиген соққы. Амалсыздан осылай соққы жаудырып, алға ұмтылуға мәжбүр. Түк ойланбастан, шабуылды алдын ала ойластырмастан. Бұл әлем чемпионатының қатарынан 2 ринг орнатылғанын ескерте отырайын егерде. Не деген дауыс деп түсінбей жатсаңыздар, бұл екінші рингтегі жеңімпазды атау сәті. 1 минуттай уақыт қалды, ал екінші раундтың аяқталуына Тайпей боксшысы Абылайхан Жүсіповқа қарсы ақыры өзіне бір ыңғайлы мәнер таба алмады. Не істесе де Абылайханның қарсыласының барлық шабуылына жауабы бар. Бұл жерде де нокдаун емес. Ондай бір қатты соққы болған жоқ, тіпті бір итеріп жібергендей болып көрінді. Абылайхан соққы бұл жерде. Және Абылайхан өзіне ыңғайлы арақашықтық тастап отыр қарсыласын. Тайпей өкілі бірнеше мәрте жақын арақашықтыққа кіріп сериямен жұмыс жасап көрмекші болды, бірақ қолдан түк келген жоқ. Гонгпен қатар жасалған шабуыл, бірақ тым алыстан жасалған сияқты. 3-ші раундқа қандай жоспармен шығады екен Қытай боксшысы? Бір ауыздан. Бес төреші. Екінші раундты да Абылайхан Жүсіповтың еншісіне беріп отыр. 3-ші раундта Тайпей боксшысын әрине тек қана уақытынан бұрын жеңіс құтқарады, бірақ бұл тіпті мүмкін емес те шығар. Қалай дегенмен Тайпей бокс үшін бұл үлкен сабақ, үлкен тәжірибе. Және 3-ші раундта тәуекелге бел буып, бірінші нөмірлі жұмыс жасап көрсе қайтеді екен. Ондай мүмкіншілікті Абылайхан берсе әрине. Біздің жанкүйерлердің дауысында естіп отырмыз. Абылайхандай алға итермелеп отыр. Міне енді Абылайханның өзі де ашық ұрысқа шығуға қарсы емес екенін көрсетіп отыр. Тіпті Тайпей спортшысының сол қолмен дәл тигізген соққысын да көріп қалдық. Бұған дейінгі 2 раундта жөнсіз бірде-бір соққысын дарт алмаған Лин Ю міне қазір солақай болып тұрып алып, сол қолмен бір соққысын тегіз алды. 3-ші раундта байқасаңыздар міне тұрысында өзгертіп үлгерді, бірақ міне үйреншікті. Қалпына келді қазір. Тайпей боксшысы басқа амал жоқ. Абылайхан Жүсіпов шабуылға кіріскен кезде Тайпей боксшысы бірден құшақтаса кетеді. Футворк, яғни аяқпен жұмыс жасау қимылдары Абылайханның шабуылдарынан араш түзіп шығып кетуге мүмкіншілік бермейді. Сол себепті тек қана қарсыласына жабысып алу қалады.
Төрешінің ескертуінен кейін бірден жібере салды қазір Тайпей боксшысы. Ring B, round number 1. Бір минуттай уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Абылайхан асығар емес. Алғашқы раундты қалай бастады? Міне толықтай 3 раунд шамамен бір қарқында өнер көрсетіп отыр. Күрестің әдісіне де салып жіберді қазір. Өзінің клинчтермен әбден шаршатқан болуы керек Абылайханды. Және жекпе-жектің аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Қазір соңғы сәттерде тағы бір керемет шабуыл ұйымдастырып, бізді бір қуантып кетсе Абылайхан. Онсы да жеңіс қалтада әрине, бірақ біз көрермен болғаннан кейін әрине жеңіспен қатар шоуды да қалаймыз, қызық көргіміз келеді. Еш қиындықсыз Абылайхан Жүсіпов келесі айналымға жолдама алып отыр. Төрешілердің шешімінсіз ақ біз оны барлығымыз түсініп отырмыз әрине. Бұл бүгінгі сессияның 12-ші жекпе-жегі, алда бізді дәл осы 67 келі салмақта 2 жекпе-жек күтіп тұр. Ал Абылайханның келесі айналымда қарсыласы қырғыз спортшысы болу керек. Жақсылық Талайбеков. Ал төрешілердің ресми шешімін күтейік. Ladies and gentlemen, in the bout number 12 in the ring A, your winner on points declared by unanimous decision to the blue corner from the Republic of Kazakhstan, Ablayхан Jusupov. Осылайша әлем чемпионатының алғашқы күні сәтті аяқталды деуге болатын шығар. Моңғол спортшысынан Серік Теміржанов басым түссе, Тайпей өкілінен Абылайхан Жүсіп басым түсті. Қос боксшымыз бүгін жеңіспен